О, келді. Бүгін еш сабақ болды. Действительно бар ғой. Сабақтан кетқан сияқты шаршап тұрмын. Жама ұшып қалдым бар ғой. Алматының көшелері адам қинап жіберді ғой. Жоғары қарай шығып баратасың ғой. Жаман қиын ғой ана бар ғой. Скутерді қинап жіберді. Ал төмен қарай түсетін болсаң кайф бәрі. Әншек. Өмірдегі сияқты ғой бәрі, көрдің бе? Өмірде де сен жоғары көтерілу үшін қиналасың, еңбектенесің. Төменге түсуің бір сәт қой. Алматының көшелері соны түсіндіріп тұрғандай ғой. Это Алматы, детка. Қатты балдар. Сосын сұрайын деген бар ғой, мені қазір 1-2 сағатқа босата тұр, мені шаруаларға барып қайтады. Бауды ғой, барып қайт. Барып қайтады. Пока заказ жоқ қоясыз мен. Все. Суши Сая, работай, отдыхай деген сияқты ғой. Алло. Алло. Данияр, қайдасың? Мен сені күтіп отырмын ғой, шыға берейін ба? Мен мына жұмыстан шығып отырмын. Сен де шыға бер. Хорошо. Бәрін тапсырдық и жақсы өтті. Сосын бүгін таңертең күшті настроениемен и ауа да кайф, күшті болып тұр. Сен не істедің? Мен сол жұмыспен екі орта болып, сен білесің ғой бе? Мен жұмыс істеп тұрса кішкене демалу керек қой. Кинотеатрларда да күшті кино шықты. Давай киноға барайықшы бүгін. Бір ай шыдасаң ертең интернеттен шығады, сол кезде бір қарай саларсың. Қойш, ол кинотеатрдан қараған бөлек. Телефон, интернет ұнамайды. Барайықшы, пожалуйста. Көрермін сен. Или хотя бы қыдырайық. Алматыға енді келді, бәрін көруге қып, тібеге барамыз. Қалай саған кино ұнады ма? Бұлай жақсы екен. Айттым ғой саған кинотеатрдан көрген, бәрібір басқаша болады. Главное, өзің ұнаса болды ғой. Надо. Что там не істейміз? Уже жұмыстан звондап жатыр? Маған да көкем келіп жатыр, уже алып кетеді. Давай. Айтпақшы, ертең мама келеді Алматыға. Бос болсаң, таныстырайын. Бұйырса көреміз. Все. Давай. Рахмет, Данияр, бүгін күнісің. Здравствуйте. Здравствуйте. Данияр на работе? Да. Позовите его. Да, нет. Что нет? Вы сказали есть. Да, есть. Нет. То есть, да. Нет. Вы шутите? Нет. Да. Нет. Вы кроме да, нет, больше слов не знаете? Нет. Да. Говорите на казахском, я же понимаю. Ой, қарындас, бірден сөйлеп айтпайсың, біздегі орысшаны ауылда қазақша оқығандарымыз ғой.
А что случилось, да? Ош, курсовый кеткенші. Так он на работе или нет? Да, нет. В общем, доставка кетті, не, бірден айту керек па? Не важно. Спасибо. Жоқ, ешчі айтыңыз, мен жазып қылайын. Нет, спасибо большое. Сау болыңыз. Ал, до свидания. Қадыр деген қол жуып отқан жеріне адам шақыр. Да, нет дегеніз. Қалайсың? Нормально. Мадинаңды көрдің ба? Мадинасы? Мадинасы кім деген? Жаңа келіп кетті ғой сен іздеп. Осы тұрғанда ма? Еді. Қазір. But they're trying to sort out the pain and peril in life. They walk in the street with a gun and a knife from a different view. But you got nothing to show. But they'll blow up in your face with a gun and a knife. Yeah, we're trying to sort out the pain and peril in life. They walk in the street with a gun and a knife from a different view. You got nothing to show. Не болды? Жоқ екен. Көрген жоқсыңдар ма? Базар жоқ, байқадың ба? Кинодағыдай болды ғой. Қыз жігіт сұрап келеді. Сосын жігіт жоқ дейсің, кетіп қалады. Артынан жігіт келеді. Қызды көрдің бе деген жоқ дейді, артынан жүгіріп шығады, шықса қыз жоқ. Базар жоқ. Мықты кино. Что там десең, шаруаларын бітірдің бе? Біткен жоқ шаруа. Ойлану керек болып тұр. Кеттім мен. Ал қарашы. Бәрінің шаруасы бар әйтеуір. Тек қана мен шаруасы жүрген рақат ерігіп. Анау келді, здравствуйте. Мынау келді, шаруасы. Мен ақ осы ресторанда жүрген. Мен ақ. Зияш! Інім? Не болды? Тыныштық па? Не көңіл күйің жоқ? Сол тыныштық болмай тұр ғой. Не болды айтшы? В общем, екі қыздың ортасында алып қойдым ғой. Не? Таңдау қиын болып тұр. Не болса да біреуін таңдау керек. Бірақ бұл жолы шешімді дұрысынан таңдау керек сияқты ғой. Не айтасың, брат? Сенде сұрайтын адамнан сұрадың ба дедім ғой? Қара, мен саған бір сұрақ қоям, сол сұрақтан жауабын табасың. Давай. Сен вообще Алматыға не үшін келдің? Не үшін келдің дегенде, жаңа өмір бастау үшін. Вот. Жауап таба алған жоқ па? Жаңа өмір бастау үшін. Ал жаңа өмірді жаңа адаммен бастау керек. Мүмкін. Бірақ сен мен айтты екен деп олай жасап жүрме. Бастысы жүрегіңді тыңда. Өзіңде ақылы бар жігітсің. Асықпай ойланып бір шешімін шығар. Сымбат па? Мадина ма? Әлде саған любовь талып берейін ба? Ой, не айтам. Болды, қойшы настроение сүре бермеш. Нормально бәрі. Это Алматы, детка. Алматыға адамдар емес, тағдырлар келеді. Есіңде болсын. Давай, Роман. Алло, Сымбат. Қайдасың? В общем, сөйлесу керек. Қалайсың? Неге
сонша эпирчи шақырдың, дұрыс дайындалып та үлгерген жоқпын. Не қылсын бар? Тоқта, мен саған айтатын күшті жаңалығым бар. Мен үйдегілермен сөйлестім. Мамам қарсы емессің. Даже ағам да. Мен қарсымын. Не? Мен қарсымын. Ту, қойш Танер. Бұрын ойлайтын едім. Сен ұмыта алмаймын деп. Кеше түсіндім соны. Оказывается, мүмкін екен. Болды қойш. Жоқ, бұл жерде сен ешқандай кінәң жоқ. Саған көп рахмет. Сенің өзгеруің мен бұзылуың тата осындай тезде ойлаған жоқпын бар. Что тебе надо? Иди туда, откуда пришел. Өзгерсең, өзің үшін өзгершеш, біреу үшін емес. Я не хочу с тобой говорить. Блин, какого хрена? Все время попадаются какие-то мудаки. Единственный раз в жизни я думала, что встретила нормального парня. Нет, ты таким же оказался. Сен дұрыс түсінген жоқсың. Сымбатпен біздің арамыз бітті. Тек осы жаққа келіп сол нәрсені шештік. Сенің түріңе қарайым. Екеуміздің арамызда нәрсе де біткен сияқты ғой. Сен аман бол. Сосын есіңде болсын. Нормальный жігіттер клубта жүрмейді. Оралып қайта келмесең де әрдайым бірақ сақтай ішінде бәрібір де сенің орның бөлек. Эй, ты что, дебил? Гонишь, что ли, одну меня здесь оставил? А если меня волки сожрут? Есіңде болсын, қасқырлар ешқашан жылан жемейді. Дурак. Бір түрлі корейский мен сияқты кеткен жоқ па? Ой, почему ты все еще обижена? Нормально. Нет. Қайта келмесең де әрдайым бірақ сақтай есіңде бәрібір де сенің орның бөлек. Артық болмас 5-10 теңге қалтады. Сержан, қалайсың, жақсың ба? Как раз саған бір идея бар еді. Қара. Короче, былай істейміз. Мына жердің барлығын полный ремонттаймыз. Сосын Алматыдан тағы да бір-екі точка ашқым келіп жатыр. В общем айтқанда, болашақта полный Алматы сая суши ғой. Біздікі болады ғой. Еще басқа қаладан да ашқым келіп жатыр. Қалай идея саған? Берсің ме? Идеялардың бәрі жақсы ғой.
просто мен кетіп бара жатырмын. Қайда? Қызылордаға. Не? Дұрыс, барып қайт. Бір апта демалып ал, ары қарай смело бол. Сен келем дегенше мына жеріме реттестіріп қоямын. Ары қарай екеуміз кірісіп кетеміз сразу. Просто сен әңгіме түсінген жоқсың. Қызылордаға қайтып бара жатырмын кәдімгі. Енді Алматыға келемін ба, келмеймін ба белгісіз. Просто анда кемпір мен шал бар дегендей, солардың қолында болу керек деген сияқты. Мен кенжемін ғой, енді соларға қарауым керек қой. Не? Да. Қашан? Ойлап отырмын, енді бүгін кешкісін шығарды билет алып жатырмыз. Билетті ыңғайына қарай қараймыз ғой енді. Уже ма? Не болды енді настроение түсіп кетті ғой, нормально ғой енді. Нормально. Мадияр, может кешке соғып кетерсің? Енді билетті ыңғайына қараймыз ғой. Уақыт болса, міндетті түрде соғып кетемін, конечно. Сосын рахмет саған барлығы үшін. Нормально. Ғашығым бегім-ай, 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 асылым менің-ай, 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 айналам болайын сенің-ай, сенің-ай, бегім-ай, 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 бегім-ай. Жалт етеді бір үміт, тайып беріп. Жайық келіп. Ассалаумағалейкум. Темірхан адам шошты ма сен? Қалайсың, брат? Жақсы, өзің ба? Қош келдің. Рахмет көп-көп. Біз саған кедергі жасаған жоқсыз ба? Не үшін? Білмеймін ғой, мынандай дастархан жайып қойып, әлде жеңгеме бір романтический ужин ұйымдастырып қойған жоқсың ба? Сен үшін ғой бұл. Бана таңертең айттым ғой, кешке соғасың ба деп, соған кішкене бір жолаяққа саған бір шамал жоғалтпадық па? Қой құрсын, Құдай сақтасын. Қазір жоғалтамын деп бір кісіні тоқтата алмай қалып жүрмісің арада. Ішсе қома? Давай, келіңдер, отырыңдар. Мә, сені бар ғой, тата осындай күшті қылып дайындалады деп ойлаған жоқпын бар ғой. Да, қош келіңдер. Қош келіңдер. Рахмет саған көп-көп. Қайта саған рахмет. Темірхан, сенің арқанда қазір клиенттер көбейді, ресторан жұмысы алға қарай басты. Сол үшін саған кішкене бір рахметімді айтайын деп шамал. Өйтіп не істемей құрсын. Қайта саған көп рахмет. Қойшай, не үшін? Далада қаңғып жүрген баланы ішіңе кіргізіп, осы жерге тамағымды беріп, оның үстіне қалтама айлығымды беріп, ақшалай салып өттің. Соның барлығын ойласам бар ғой, қайтара алмай қалам ба деп қорқамын. Қойшай, нормально. Не болды? Бір идея бар менде. Не идея құрсын? Осының өзі идея ғой күшті. Жоқ, қараш. Сая сушидің Қызылордадан филиал ашқым келді. Енді? Бір проблема бар. Не проблема? Мен соны бір басқаратын адам керек, басшы керек та, анау бәрін білетін, түсінетін, көрген. Енді оны маған неге айтып отырсың? Соны енді сен соның басшысы болсаң. Сен білесің бәрін, көрдің, қалай істейтінін білесің ғой енді. Ол қалай болады екен ол? Дүниеске болады. Қойшы. Да. Енді сен енді басқа адам жоқ десең, енді амал жоқ енді. Маған яқтырып жатсаң, сен үмітіңді ақтауға тырысамын енді не болса. Серьезно ма? Әріптес, жандос, қош келдің. Так, енді қазір тұра тұрыңыздар. Так, брачка әртір. Не болды? Бізге етпей жаман дайындалған ғой. Тағы не өтпеді? Сая суши ресторанның атынан сіздерге новый сет. Мен және ты. Мынаны мен идеямды бар ғой. Ақырғы кәдімгі жүзеге асырыпсың ғой. Конечно. Базар жоқ. Енді осыны түсіндіріп бер ал маған, ары қарай қалай? Енді қара мына сыртындағы үлкен жүрек, мен деген. Ортасындағы жасыл, және деген, кішкентай жүрек ты деген. Мен және ты. Күшті идея, күшті идея. Қалай, а? Давай, дәмін көріңдер сендер. Дәмін көріңдер. Бұл сендер өмірлерің сияқты басында ащы сосын тәтті болады. Давай, асыңыз. Рахмет саған көп-көп. Адуша, қош келесің. Біз енді таяқпен тамақ ішпеген халықпыз ғой енді. Біз тек таяқ жегенбіз ғой. Ас болсын. Ал көрейік ал дәмін. Көне.
Қанеке? Деріске ме? Конечно. Мен және тейді. Деріске кісілер анаған. Тамақ қой ма? Ұнады ма? Лайк. Керемет екен. Нормально? Точно ма? Өзгертпе. Давай, осыны енді Қызылордадан сен ары қарай жүргізесің осы мәселе. Болды, осының бәрі рецепттер маған жібер. Кіші ұйымдастырамын. Болды онда. Ол жақта мен кім боламын? Доставщик боламын. Сен ол жақта өзің біле кім болсын. Бастық болсың ғой сен? Бастық боламын ба? Все, кетіңдер. Уақыт сен өзің шақыра, өзің қойын өткен бітірдің. Қалай, ұнады ма? Күшті кет. Тағы бір нәрсе бар. Не нәрсе құрсын? Бүгіндікі сюрпризін даусың ма ол? Сенің орныңа доставщик тауып қойдым. Менің орныма? Көреге бола ма? Шадияр! Бәрекелді, досыма қош келдің ал. Ей, бұрын доставкада сенің дейді. Қайда сенің десем айтпайды. Олып бар дейді, алып алдым сөзін. Сен осы жол бар ба? Доставщиктен точно қателескен жоқсың ба? Мынау доставканы өлтіреді, точкасына шейін апарып береді ғой мынау деген. Жұмыс құтты болсын. Алматыға келіп тұр. Күтіп аласың ба осы жол аяп жерге тигізбей? Осы жол күтіп аламын бұйырса. Красавчик. Жете келсе, уже мен жүрейін ғой. Пойыз жақындап қалды уже. Жол болсын. Мен саған ауылға заттар беріп жіберсем. Сен осы заттарынан қорқамын осы беріп жібереді. Киімдер ма, киімдер? Киімдер? Оның қалтасын дұрыстап тексеру керек. Все, от души ғой. Жол болсын. Мен кеткенде жыламаңдар бірақ. Жоқ ей. До свидания. Ал қараш. Таня! Ашығым бегім ай Асылым менің ай Айналам болайын сенің ай Бегім ай Шадияр! Ал елге аман есен жетіп ал, үйгілерге сәлем айт. Просмотрың көп болсын, подписчиктарың көп болсын, бәрі саған подписаться етсін, колокольчик бассын. Давай, кеттік. Құлпырғанда әлем өзгеше бір күйге. Білмейсіңдер ме? Ал давай жақсы, жол болсын. Аман есен жетіп ал. Алтын сөзің бола ма? Ойбай. До свидания. Давай, ал қарашы. Дос. Сенің орның бос. Сенің орның бос.